Кешіріңдер, ыңғайсыздау. Болды. Рахмет. Тор, неге көмектестің? Мен аян көрдім. Үміттің бәрін иірім жұтып жатты, ал қақ ортасында мынау тұрды. Не, тас па? Бұл сан атасы. Бұл 6 мәңгілік тастың бірі. Олардың талқандау күшіне ештеңе тең келмейді. Ғаламдағы ең құдіретті күш. Не себепті оны? Старк дұрыс айтады. Бұл шынымен де ақыр заман. Кек алушылар Альтронды жеңе алмайды. Жалғыз болса. Неге Аяныңның даусы Джарвистікіндей? Біз Джарвис матрицасының негізінде жаңа нәрсе шығардық. Жаңалықтарыңнан қорқатын болдым. Мені Альтронның баласы деп ойлайсыңдар. Олай емес пе? Альтрон емеспін. Джарвисті емеспін мен. Аянмын. Сенің санаңа үңілгенде бәрінің жойылғанын көрем. Тағы қара. Ол не көрсе де ұрғаным бар. Олардың қабілеті, үрейлер мен қорқыныштар, тіпті Альтронның өзі санатасынан шыққан. Бірақ тас күшінің қасында оның бәрі түк емес. Ал енді ол біз жақта. Солай де. Рас па? Біз жақсың ба? Бұл оңай сұрақ емес. Дегенмен жауап беруге тырыс. Мен тіршіліктің жақтасымын. Альтрон керісінше. Ол бәрін жояды. Ол не күтіп отыр? Сені? Қай жерде? Соковияда. Натта сол жерде. Сен жөнде қателесек. Егер сен Альтрон жасаған құбжық боп шықсаң. Не істейсіңдер? Альтронды өлтіргім келмейді. Ол ерекше. Әрі қиналып жүр. Бірақ ол әлемді де қиналтады. Сондықтан оның көзін құрту керек. Ол жасаған нәрселердің бәрін жойып, оны ғаламтордан өшіру керек. Дәл қазір кірісу керек. Егер бөлінсек, оны жеңе алмаймыз. Бәлкім құбыжықта шығармын. Егер болсам да білмес едім. Мен сендер қалаған өздеріңде емеспін. Сондықтан да маған сенбейтін де шығарсыңдар. Бірақ жылжу керек. Рас айтады. Жарайсың.